Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сіздермен бірге біз айтсақ хабары. Бүгін біздің қонағымыз түркітанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Мұрат Сабыр ағамыз. Қош келдіңіз. Мұрат Бүкенбайұлы, шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Жалпы енді еліміз егемендік алғалы бері қазақтың арғы-бергі тарихы кеңінен зерттеліп келе жатыр. Енді бұл ретте әлі де зерттеуді қажет ететін қай бір кезеңдер деп айтар едіңіз? Қазақстан тәуелсіздік алғалы елімізде құдайға шүкір қазақ елінің, қазақ жұртының тарихы тереңнен зерттелуде. Қадыр Мырзалиев ағамыз айтқан, қазақтың тарихы қалың тарих, оқулығы жүзіқа бірақтағы деп. Сондықтан біздің тарихи тамырымыз тереңде. Елбасы айтып кетті, қазақ тарихында ұялатын еш нәрсе жоқ деп. Сондықтан тарих жылы және мәдениетке байланысты жылдар жарияланып, сонымен қатар көптеген шетелдердің архивіндегі қазақ еліне қатысты, қазақ хандығына қатысты көптеген құнды архивтік материалдар жиналды. Құдайға шүкір, зерттеулер жүргізіліп жатыр. Дегенмен енді біз ұстаз ретінде ойлап қарасақ, ғалым ретінде жалпы біз көбіне қазақтың тарихын жеке алып қарағымыз келеді. Шын мәнінде қазақтың тарихы ол түркі әлемімен ортақ тарих. Сондықтан біз түркі әлемімен ортақ тарихымызды, сосын түркі-моңғол дәуіріндегі ортақ тарихымызды әлі де терең зерттеу керек қой деп ойлаймын. Себебі сонау түркологияда Алтай кезеңі деген бар. Біз түркі-моңғол тайпалары бірге жүріп, бірге өскен осы кең далада бірін-бірі керемет түсінген, бір тілде сөйлеген кездерімізде болған. Сондықтан біздің түркі-моңғол тайпаларымен жаңа түркі бірлестігі кезіндегі түркі халықтарымен ортақ тарихымызды әлі де зерттеу керек қой деп ойлаймын. Жалпы енді қазақтың біртұтас этнос болып қалыптасуына, өсіп жетілуіне жалпы қай дәуірдің маңызы зор үлкен болды деп ойлайсыз? Жалпы қазақ халқының біртұтас ретінде қалыптасуына орта түркі дәуірі деген түркітануда кезең бар. Орта түркі дәуірі бұл 10 мен 15 ғасыр аралығы. Осы кезең қазақ ұлты үшін қазақ тайпаларының ұлт болып қалыптасуында бір аса маңызды кезең. Себебі 13 ғасырда түркітанушы Занишковский айтады, бір тұтас түркі тілі қалыптасты дейді. Яғни 13 ғасыр шын мәнінде осы Еуразия кеңістігінде жүйек жолының бойында бір тұтас бір тіл болған. Ол тілде осы түркі-моңғол тайпалар сол тілде сөйлеген. Яғни ол енді Шыңғысхан, әлгі оны орта түркі дәуірін кейде біз моңғол шапқыншылығына дейінгі кезең, моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезең бекке де бөліп қарастырады. Бірақ бұл Алтын Орданың қалыптасу кезеңі. Міне осы кезеңде жібек жолының бойында халықаралық түркі тілі болған. Ол түркі тілі екі диалектері өрбіген. Яғни Оғыз, Қыпшақ диалектілері болған. Яғни біздер қыпшақтармыз. Сондықтан жібек жолының бойында сол түркі тілінің қыпшақ варианты. Қазір біз көне қыпшақ тілі деген концепцияны біздің қазақ ғалымдары Құршановтан бастап ұсынып келе жатыр. Яғни қыпшақ тілі, байырғы қыпшақ тілі халықаралық тіл болған. Кез келген саудагер, мәселен бір итальян саудагердің хаты бар баласына, ол Феодосияны тұрақтап қалған ғой, Симферопольдің маңында. Егер сен жібек жолымен сауда жасаған кезде, бірінші кезекте қыпшақ тілін білу керексің деп баласына хат жазып кеткен. Яғни осы кезең біздің тіл арқылы қазақ тайпаларының, қыпшақ тектес қазақ тайпаларының бірге бастауы. Сондықтан ұлт ретінде сахнаға шыға бастауы. Сондықтан осы кезең өте маңызды кезең. Жалпы осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ хандығының 550 жылдығын кең көлемде атап өттік. Түрлі жиындар ұйымдастырылды, түрлі зерттеулер жүргізілді, фильмдер түсірілді. Бірақ енді Әбіш Кекілбаев атамыз қазақтың кемінде 4000 жыл тарихы бар дейді. Қазақтың сүйегін зерттеп жүрген антрополог ғалымдарда кем дегенде 40 ғасырлық тарихы бар деген деректерді алға тартып отыр. Енді осы 550 жылмен шектелмей, одан тереңге қанша уақытқа кейінге шегеру болады? Жоқ, енді бұл жерде енді Әбіш Кекілбаев ағамыздың айтқан сөзі дұрыс. Қазақтың 4000 жылдық тарихы бар, дәйекті деректемелі тарихы 2000 жылдың көлемінде дейді ғой. Бірақ қазақтың хандығы ретінде тұтас мемлекеттік жүйе ретінде сахнаға шығуына сол қазақ хандығы. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Бұл жерде қазақ хандығы ол қазақ мемлекеті деген сөз. Яғни қазақ мемлекетінің тарихы бір бөлек, қазақ жұртының тарихы бір бөлек. Екеуі екі нәрсе. Қазір біз Қазақстан тарихы дейміз ғой. Тәуелсіз Қазақстан тарихы деп тоқтап жатырмыз. Қазақстан тарихы деп тоқтамыз. Ол бөлек нәрседе, қазақ ұлтының, қазақ жұртының тарихы ол бөлек нәрсе. Осы екеуін біз ажыратып қарауымыз керек тарихи тұрғыдан. Сондықтан қазақ
қазақ ұлтын құраған тайпалардың тарихы деген үлкен мәселелер бар. Бұның бәрі тым әріде жатыр. Сондықтан біз мәселен жытылды тайпаның өкіліміз біз. Академик Берныштам айтады, жытылды тайпалар сонау Орхон Енесейге дейін өмір сүрді дейді, байырғы. Сондықтан біз сол жытылды тайпаның өкілі ретінде біздің қазақ жұртының, қазақ ұлтының тарихы тым тереңде. Бұны біз тілдік деректермен де, басқа да артефакттармен де әлде зерттей түсуіміз, індете зерттей түсуіміз керек қой деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың ұлтының тарихы тым тереңде. Рахмет. Енді қазақ ел кезінде патшаға бодан болды, одан берділікте кеңес үкіметінде отары болдық. Бірақ сол кезде өзіңіз де білесіз, ғалым ретінде кітапханаларда небір ғылыми техникалық кітаптар, салалық кітаптар, соның бәрі орыс тілінде өтті, кейін қазақша аударып барып екі жұмыс жасалды. Болашақта осыған жол бермеу үшін не істеу керек? Енді кезінде осы қазақ ғылымын, жалпы ғылым ана тілінде болу керек қой. Жалпы ғылым балаға ана тілінде түсіндірілу керек. Бала ана тіліндегі ақпаратты ғана ұмытпай қабылдайды, шын қабылдайды. Мәселен, басқа тілдер ақпарат көздері болар, бірақ негізгі ана тілінің рөлі ерекше. Сондықтан біздің Алаштың зиялылары 20 ғасырдың басында бұл мәселені бірден түсінді де, яғни жаңағы Мағжан Жұмабай педагогиканы, Жүсіпбек Аймауытов психологияны, Қаныш Сәтбаев алгебраны жаза бастады. Яғни біздің қазақтың Алаш зиялылары осы мәселелердің бәріне кірісті шын мәнінде. Міне біз енді кезекте мына тәуелсіздік алғаннан кейін де біз осы мәселе қазір өзекті мәселе болып тұр. Яғни қазақтың мысалы болашақ қазақ ұлты Асқар Жұмаділдаев ағамыз айтады, біз болашақта технократты ұлт болуымыз керек. Егер өзімізді дәлелдегіміз келсе, қандай ұлт екенімізді, өміршең болуымыз келсе. Ал технократты ұлт болу үшін біз осы техника ғылымдарының, жаратылыстану ғылымдарының кітаптарын біз өз ана тілімізде ұрпаққа жазып беруіміз керек. Қазір бұл бағытта жұмыстар жүріп жатыр әрине. Жаңағы әлемдегі мықты оқулықтар аударылып жатыр, 100 оқулық. Бірақ бұның бәрі жетімсіз. Жаңа 100 оқулықтың сапасы да керемет деп айта алмаймыз. Яғни баланың тілінде жазылмаған кейбір ғылыми оқулықтар бар. Сондықтан бұрынғы кеңес кезінде де біз оны аузымызды қуш соппен сүртуге болмайды. Кеңес кезінде біз өзіміз кеңестік мектепті бітірдік. Сол кеңестік мектептің физикасы да, химиясы да бізге түсінікті болатын, қазақшасы. Сондықтан біз осы бір үрдісті тәуелсіздік алғаннан кейін кейде бұзып алған сияқтымыз. Мен педагог ретінде біз көрінген нәрсеге қызығып, көрінген ақпаратты баланың жасына қарамай, ерекшелігіне қарамай сол мектеп оқулықтарына тықпалап жатырмыз. Сондықтан бала қазір мектептен шаршайтын жағдайға алып келдік біз. Сондықтан баланың бұл үлкен күрделі мәселе. Бұл тек қана ғалымның жазатын нәрсе емес. Бұл жерде педагог та, психолог та оқулықты жан-жақты қарап отырып жазуымыз керек. Біз енді әр министрлік келген сайын бір реформа болатын болды ғой. Бірақ біз осы оқу ісіне өте абай болуымыз керек. Кезінде Сәкен Сейфуллин айтқан, әрбір атқа мінген қазақтың бір көзі оқу ісінде болу керек дейді. Егер сенің оқу ісін дұрыстамасаң дейді, келер ұрпақтың қолы сенің жағаңда кетеді деген екен. Сондықтан әрбір атқа мінген біздің осы білім саласындағы ғалым да, шенеунікте оқу ісіне біз аса бір сақтықпен, кірпияздықпен қарауымыз керек қой деп ойлаймын. Өйткені мектептегі ата-аналар чатында да бір-бірінен үй тапсырмасын сұрап тексеріп жатады. Мынаны түсінбедік те. Ересек адам диплом бар, соны түсінбейді, бір-бірінен сұрап жатады. Мұғалімнен сұрап жатады. Осындай бір олқылықтардың кесірінен болған нәрсе. Ол осындай олқылықтар бәрін көрінген нәрседен ақпараттық қылып жатырмыз. Жалпы енді мектептегінен шығады, әліпбиді жиі ауыстырса, халықты өзінің ұлттық таным түсінігінде ажыратуға болады. Бұл реттен де 20 ғасырдың басында бірнеше рет ауысты. Енді қазір кирилл қарпі орныққанмен де қазір латыншаға көшеміз деп бастама көтеріліп жатыр. Бірақ енді тағы ауыссақ, осылай тағы да жырақтап адасып қалмаймыз ба, сондай қауіп бар? Әрине, әліпби ауыстыру өте бір күрделі мәселе. Енді қазақтың тарихында 20 ғасыр басында әліпбиіміз 3 рет ауысты. Бірақ оның да саяси бір әсерлері болды. Кезінде тіпті Голошекиннің де кейбір қаттары қазір шығып жатыр ғой. Мына әліпбиді ауыстыру арқылы қайта-қайта ұлт зиялыларын атып асу арқылы ұлттың өз тарихын ұмыттыру деген сияқты жоспарлар болған. Яғни тек кеңестік тарихын ғана білетін азамат қалыптастыру деген сияқты. Мен соның зардабын біз шектік. Енді жаңағы, бірақ қазақтың дұрыс әліпбиі негізі Ахмет Байтұрсынов жасап кеткен әліпби болатын. Ол енді араб әліпбиін қазақтың дыбыс жүйесіне лайықтап, жаңа 25-26 таңбамен 28 дыбысымызды бізге әдемі қылып берді Ахмет Байтұрсынов. Оны
сол кезде орыстың түркітанушы ғалымдары Поливановтар таң қалып мойындаған. Ол кезде Ахметтің дүние жүзіндегі теңдессіз керемет әліпби жасаған ғалымдар мойындаған болатын. Өкінішке орай саясатқа байланысты 29-да латынға көштік. Ол әліпбиімізде жаман болған жоқ, 29 әріппен көштік. Одан кейін саясат салқынымен 39-дың аяғы 40-та біз осы күнгі кирилл жазуымызға көштік. 42 әріптен қазір Құдайға шүкір өмір сүріп жатырмыз. Дей тұрғанмен бұл әліпбидің де біздің зардабы қазақ тіліне тиді, бірақ қазір оны біз байқамай қалатын болдық. Адам баласы үйреніп кетеді ғой. Яғни өзіміздің тілімізге жат дыбыстар кірді. Ол әліпби таза қазақ әліпби емес, орыс қазақ әліпби болып қалыптасты. Жат әріптер, жат дыбыстар бізге өзінің заңдылықтарын алып келді. Міне енді тәуелсіздік алғаннан кейін, мына 94 жылдан бастап кезінде академик Қайдаров бастаған болатын бұл мәселені осы латын әліпбиіне, латын әліпбиінің негізінде латын жазуы негізінде қазақ әліпбиін қайтадан жаңарту. Міне осы мәселе қазір елбасы қол қойды. Сондықтан әлі қызу талқылану үстінде, әліпбилер әртүрлі вариант ұсынылды. Қазір 3 рет өзгерттік қой енді. Қазір соңғысына тоқталып отырмыз, бірақ әлі де өзгертетін мәселелер бар. Бірақ бұл біздің қазақ жұртының алдында бір жақсы мүмкіндік туып отыр. Тәуелсіздіктің арқасында. Біз енді ешқандай жалтақтамай, қазақ ғалымдары өзіміздің дыбыс жүйемізді дәл беретін төл қазақ әліпбиін жасау. Бұл әліпби ауыстыру деген ол әріп ауыстыру емес. Біреулер сол 42 әріпті тек ауыстыра қою деп ойлайды ғой. Біздің өзіміздің Ахмет Байтұрсынов ұсынған 28 дыбысымыз бар. Сол дыбысымызбен біз әлемнің кез келген сөзін айта аламыз. Міне сондықтан бізде әріпті азайтып, сол 28 дыбысқа лайықтап, әлі де реформалауымыз керек. Қазір біз әлі орыс тілінен енген кейбір әріптерден әлі де арылғымыз келмей отыр. Ал ол әрбір жат әріп, жат дыбыс бізге өзінің заңдылығын алып келеді де, тағы да емле жүйемізде қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан біз өзіміздің ұлттық дыбыс жүйемізді реттейтін мүмкіндік туып отыр. Сондықтан бұл әліпбиді ауыстырудан ешқандай қорқатын еш нәрсе жоқ. Бұл қазақ жұртының алдында тұрған үлкен мүмкіндік. Бұл тіпті егемендік жариялаумен бірдей. Егемендік жариялаумен бірдей бір жақсы бір үлкен іс деп ойлаймын мен. Қазір енді жаһандану сөзі жиі айтылады ғой, құлағымызда үйреніп кетті былай қарасаңыз. Енді айналамыз толған алыптар мен алпауыттар. Бұл ретте енді тәуелсіздіктің 30 жылдығын биыл тойламақпыз, бірақ тарих үшін бір қас қағым сәт сияқты 30 жыл дегеніңіз. Сондай алыптардың арасына жұтылып кетпеу үшін не істеу керек? Бұл ретте тіл, дін, білім, тәрбие қайсына баса маңыз беру үшін? Жаһандану кезінде өзін сақтап қалу оңай нәрсе емес. Қазір жаһандануға жұтылып кетпеу үшін біз өзіміздің ұлттық кодымызды нық ұстай білуіміз керек. Елбасының жаңа болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында айтып кетті ғой, әр ұлттың өзінің ұлттық коды болады деп. Ұлттық код неге сүйенеді? Ол тілге, әдебиетке, тарихқа, ұлттық мәдениетке, ұлттық этнографияға сүйенеді. Міне осыны біз ұрпақ санасына сіңіре білуіміз керек. Кезінде Мұхтар Әуезов айтқан, болашақта қазақтың жастары мейлі олар инженер болсын, мейлі ғарышкер болсын, мейлі керемет математик болсын, бірақ өзінің тілі мен әдебиетін, тарихын, мәдениетін білетін азамат болып қалыптасу керек. Міне қазір біз зияткер ұлт тәрбиелейміз деп жатырмыз ғой. Біз ұлтты осы уақытта тәрбиелеуіміз керек. Мәселен, кейбір шетел саясаткерлері кейде оқып жүреміз, мысалы, Қазақстанда ұлттық идеология жоқ, Қазақстанда ұлттық құндылықтар жоқ. Олар өзінің 130 ұлттан тұратын көп ұлт екенін мақтан етіп, соны бетке перде қылып ұстайды деген сияқты нелері бар, пікірлері бар. Мәселен, кеңес одағы ыдырағаннан кейін, мысалы, кеңес заманында не болды? Бірінші біз тұлға кеңес азаматы болды. Идея коммунизм болды. Дініміз атеизм, бүкіл дінге қарсы болды. Экономикамыз коллективтік болды. Мені осы жүйенің бәрі енді құлағаннан кейін осы жүйенің бәрін жаңарту керек болды. Енді біздің идеямыз не дегенде, мысалы, біз тәуелсіздік алғаннан кейін тәуелсіз Қазақстанды қалыптастыру, бірақ біз бірінші экономика сосын саясат дедік. Шын мәнінде бұл екеуін де қатар алып жүру керек екенін енді көріп жатырмыз 30 жылдан кейін. Тұлға ұлт азаматын қалыптастыру. Осы кезде біз 30 жылда біз қазақ ұлтының ұлтшыл патриот азаматының қалыптастыра алдық па деген күрделі сұрақ туады. Біреу қалыптастырдық деп айтуымыз мүмкін. Қалыптастыра алған жоқпыз деп те айта аламыз. Себебі 30 жылда біз
әлі шейін өз ана тілін білмейтін ұрпақты да қалыптастырып жатырмыз. Ол өкініштісі сол. Экономикамыз енді нарықтық экономикаға көштік, Құдайға шүкір. Бірақ біз әлі Қазақстанды шикізат беретін мемлекетке қалпында ұстап отырмыз. Өндіруші емес, тұтынушы мемлекет қалпында қалып отырмыз. Сондықтан осы 30 жылда да біздің әттеген айларымыз бар әрине. Мемлекеттік тілді біз өз тұғырына қондыра алған жоқпыз. Оны толық айтуымыз керек. Қазір мысалы мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау қажет екенін көзі қарақты зиялы қауым айтып жүр. Ол мемлекетке ұсынылып жатыр бұл заңның жобасы. Болашақта біз мемлекеттік тіл туралы заң қабылдап, мемлекеттік тілге қажеттілікті орнатуымыз керек. Қажет болған жағдайда ғана, мысалы, кейінгі азаматтар ойлана бастайды. Мәселен, жақында іссапарға шықтым мен. Пойызда біздің осы Орал қаласының орыс мектебінің оқушы балдары менде. 2-ші класстан, 2-ші сыныптан, 6-ші сыныптың балдары бәрі халықаралық бір таэквондодан жарысқа барады, бәрі спортсмендер. Сосын қасыма келіп, бәрі шүпірлеп, қазақтың қара көз балдары. Ал енді бәрі орысша сөйлейді. Сосын менде бір балалар әдебиеті бар еді қолымда. Бәрін отырғызып қойып, ал оқыңдаш десем, соны ежіктеп оқи алмайды. Бір-екеуі оқыды, оқыса да түсінбейді. Сосын айтамын ғой, сен неге қазақсың, үйде неге қазақша сөйлемейсің бе? Үйде әке-шешем бізде қазақша сөйлемейді дейді. Мектепте бұл қазақ тілі бізге қалай солай өтеміз деп қояды. Бала шын айтады ғой. Ата-анамыз сөйлемейді. Айтам, әжең сөйлемей, әжем де қазақша білмейді дейді. Бұл жерде енді бұл трагедия бұл енді. Кезінде Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі бар ғой, неден қорғасын дегені. Мен әжелеріне, балаларына ертегі айта алмайтын әжелерден қорқам, бесік жырын айта алмайтын келіндерден қорқам. Қазір мына қазақша білмейтін әжелер қалып тасты қазір. Міне бұл біздің ұлттың трагедиясы. Міне осыны біз 30 жылда әлі жүнге қоя алмай келатырмыз. Кезде дос көшім ағамыз айтады, әлгі Мұса пайғамбар баяғыда құлдықта болғандарды құмның ішінде 40 жыл алып жүрген ғой. Әлі де 10 жыл керек пе бізге? Буын ауыстыру үшін. Буын ауыстыру үшін. Сондықтан біз тәуелсіз ел ретінде әлемде өз бет-бедерімізді ұстап тұру үшін біз өзіміздің ұлттық мәдениетімізден баруымыз керек. Кезінде Твардовский айтқан, Александр Твардовский, жаңа пролетар диктатурасы кезінде Пушкинді, Толстойды бәрін лақтырып тастаймыз дегенде концепциялар болған. Сонда айтқан, осы ел Пушкинсіз коммунизмге қалай бармақшы деген. Біз жаңағы мәңгілік ел болатын болсақ, біз абайымызбен, құрманғазымызбен, динамызбен, ұлттық тілімізбен жарқырап баруымыз керек. Сол кезде біздің маңдайымыз жарқырап, көзіміз ашық болады. Міне ел жұрт алдында өзіміздің қазақ екенімізді дәлелдей алуымыз керек қой ел алдында. Бірақ әлемнің ғылым білімін игерейік. Біз ешқандай шет тіл үйренуге қарсы емес қазақтар. Ғылым білімді игерейік, бірақ бәрін өз тіліміз арқылы. Жалпы енді қажеттілік дегеннен шығады. Көп жағдайда біздің жастар мән бермейді сияқты. Дүкенге, сауда орталықтарынан барған кезде автобуста да екі ара сөйлесіле, сол орысша сөйлеседі. Зат алғанда, сатып алғанда да көп мән бермейді сияқты. Екеуі де қазақ болғанмен де. Бұл енді ақпараттың, орыс тілді ақпараттың көптігі. Сосын әлеуметтік желі, мына қолымыздағы ұялы телефон, осындағы бүкіл ақпараттың орыс тілділігі, бүкіл балдарға қазір мына ауылдың баласы сол мына ұялы телефонды шығып отырып, тілі ана тілде шықпай жатыр. Бала аналары тыныш болсын деп балдарына ұялы телефонды ұстатып қояды, ол анда тек орыс тілінде ғана мультфильмдерді көреді. Яғни біз бұл жерде біздің биліктің де өзінің азаматында кемшіліктеріміз. Біз сол мына ақпараттық кеңістікті қазақ тілінде жоғары деңгейге көтере алмай отқан сияқтымыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының бастамасымен қолға алынды. Былай қарасақ, біраз іс атқарылған сияқты. Өзіңіз енді осы саланың бел ортасына жүргеннен кейін қандай баға бередіңіз? Көңіліңізден шықты ма атқарылған жұмыстар? Енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біздің енді Қазақстанда болсын, біздің Батыс Қазақстан облысында болсын, игі істер істеліп жатыр. Оны жоққа шығара алмаймыз. Көптеген кітаптар жарық көрді, осы уақытта іс-шаралар өтіп жатыр. Бұл рухани жаңғыру шын мәнінде бұл біздің ұлттық идеологияның басы сияқты маған. Елбасының осы мақаласы, одан кейін жаңа ұлы даланың 7 қыры шын мәнінде біздің ұлттық идеологиямызды қалыптастыруға негіз болды. Шын мәнінде әр мемлекет болғаннан кейін, мемлекет құраушы ұлт қазақ болғаннан кейін, оның міндетті де ұлттық идеологиясы болу керек. Мысалы кезінде атақты жаңа ағылшын президенті Черчилльдің айтқан сөзі бар. Ағылшынның ешқандай жауы да жоқ, ешқандай досы да жоқ, мәңгілік ұлттық мүддесі бар дейді. Ататүрік те айтып кетті.
сыртқы қатынастардан, ел аралық байланыстардан гөрі ұлттық мүдде жоғары тұру керек деп. Біз жаңағы унитарлы мемлекет болатын болсақ, өзіміздің қазақ ұлтының ұлттық идеологиясын кең көлемде қалыптастыруымыз керек. Міне бұл бағытта жақсы жұмыстар жүргізілді. Бірақ осы кезеңде енді әрбір азамат, әрбір ұстаз, осы рухани салада еңбек етіп жүрген өзіне сұрақ қою керек қой, біз не істедік? Қандай үлес қостық? Біз кейде әлгі есеп береміз енді. Есепте кейде ана қалталы азаматтар мектеп салды, көпір салды деп соны шулап айтып жатамыз. Ол рухани жаңғыру емес. О да жақсы дүние әрине. Қалталы азаматтардың халыққа бет бұрысы. Ұлттық буржуазияның қалыптасуы деп айтар едім мен. 20 ғасырдың басында біздің қазақтың ұлттық буржуазиясы керемет қалыптасып кеткен. Жаңа қазақтың қаншама газеттер шықты. Сол газеттерді шығаруға атсалысқан қазақтың байлары болатын. Ғалия медресесін салуға біздің осы күш жүздің байлары қатысқан. Ал сол Ғалия медресесінде небір қазақтың жастары білім алған, олардың бәрі стипендия алып тұрған. Олардың бәрінен қазақтың байлары қамтамасыз етіп тұрған. Міне қазірде біздің ұлттық буржуазия осылай халыққа бет бұру керек. Жаңа көпір салама, мектеп салама, жас балдарды оқытама, Құдайға шүкір бұл да. Бірақ бұл рухани жаңғыру деген ішкі дүние ол. Ол рухани жаңғыру ол 1 жылмен 2 жылмен өлшенбейді. Бұл мына Құдайға шүкір рухани жаңғырудың дәні себілді. Соған қуанамыз біз. Енді сол дәннің жемісін көруіміз керек біз. Дәннің дұрыстап көгеріп өсу үшін соған біз су құя білуіміз керек. Әрбір ұстаз болсын, әрбір ата-ана болсын, яғни жаңағы зияткер ұлтты қалай қалыптастырамыз деген сұрақ осы жерде тағы да туындайды. Сондықтан осы рухани жаңғыру бағытында жұмыстарымыз жақсы деп айтуға болады. Әрине, әлі де істейтін істер көп, көптеген кітаптар шығаруымыз керек. Мысалы, мен өз басым осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жоспарлаған жобамыз бойынша 2 кітап жазып сұндық. Құдайға шүкір, мәдениет және спорт министрлігі тарапынан осы бағдарламаға кіріп, осы кітаптарымыз жарық көріп жатыр. Жаңа қыпшақтану оқу деген танымдық бағытта кітаптарымыз және көне қыпшақ тілі мен қазақ тілінің фономорфо-семантикалық сабақтастығы деген бұл кітаптар діттеген жеріне жету керек қой. Бұл енді оқырман әлі де сұраныстар бар, енді оны тек қана ғылыми көпшілік емес, жоғары оқу орындарда жоғары оқу орындар тарапынан сұраныс туып жатыр. Сондықтан бұл да рухани жаңғыруға қосқан өзінің үлесін ғой деп ойлаймын мен, кішкентай болса да. Міне әрбір азамат өзінің осы рухани жаңғыруға, әрбір ғалым, ұстаз, әрбір педагог, тіпті ата-ана қарапайым осы рухани жаңғыруға үлес қосу керек қой деп ойлаймын. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Еңбегіңіз жанып, шәкірттеріңіз өзіңізді қуанта берсін. Құрметті ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Амандықпен көрісейік.